Армысыздар канал тыңдармандары, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа әңгіме менің шешелерім. Бүгін ауылға жүреміз деді шешем таңғы шай үстінде. Түнде түсімде әжеңді көрдім. Ақбоз атқа мініп алып биік таудың үстінде жүр екен жарықтық. Құран дәметіп жүр ау. Мерекеге орай 3-4 күн демалмаушы ма едің? Түске қарай жолға шығайық. Машинам бұзылып тұр ғой, кейінірек барсақ қалай? Сенің мәшінең не сынып бітпеді, не жасалып бітпеді. Кейін дейтін әңгімеде таусылмайды. Шаман барда барайын. Кейін төсек тартып қалсам өз жанымен әуре боламын. Сендердің арттарыңнан еріп қалаға келдік. Ауылдағылар ол кемпірдің басына барып Құран оқиды деймісің? Жаяу жалпы жолға шыққанымыз сізге ауыр соқпай ма деп отырмын. Мен ғой жүре берем. Беліңіз ауырады, аяғым сырқырайды деп жиі айтасыз ғой деймін. Көңілін аулай сөйлеп. Ештеңе етпейді. Адам қартайған соң ауырмайтын жер бола ма? Көлік дегенің қазір ағылып жатыр. Құдайына қараған бір мұсылман алып кетер. Не болыпты? Ауылға жеткесін ондағы ағайынның ат көлігі бар. Біреуі болмаса біреуі ұялғаннан әкеп тастар деген сөз ләмнен алған бетінен қайтпайтынын аңғардым. Одан әрі шешеммен сөз таластырмадым да. Осылайша ойламаған жерден шұғыл жиналып жолға шықтық. Алматы Өскемен трассасында көп тұрмадық. Есікпен төрде үлкен қара джип алып кетті. Шешем аяғымды жазып отырайын деп алдыңғы орынға жайғасты. Мен өзім жалғыз артқы салонға отырдым. Көлік иесі жасы 50-дегі жігіт ағасы. Ұқыпты киінген. Қою қара мұртымен көзіне таққан қара көзілдірігі сән қойлығынан хабар беріп тұр. Бір қарағанда сырбаз көрінгенімен кісіге дүрбімен қарағанда аяғының бастан басына шейін шолып шығады екен. Сөзге сараңдау ма, топшылаған шопырымыздың іші пысты ма, қапшағайдан асқанда шешемді әңгімеге тартты. Апа, немереңізді ертіп қайда барасыз деді, радиосының даусын бәсеңдетіп. Ауылға бара жатырмын айналайын, енемнің басына Құран оқытайын деп. Қазіргі келіндерді енелерін өлсе де қарғап отырады. Міне, біз сүйегі баяғыда қурап қалған енемізді ұмытпаймыз. Кәрі сүйегімізді сүйретіп барып тұрамыз. Ал мынау немерем емес. Қартайған шағымда 40-тан асып 50-ге келіп қалған кезде тауып алғым түскен жем ғой. Біздің кезде баланы таба беретінбіз. Бүгінше. Бүгінгілер 1-2 баладан артық таппайды деп, қазіргінің келіндерін тағы да тілдеп алды. Шешемнің жауабы ұнады ма, рөлдегі жігіт ағасы, оныңыз рас деп, қарқ-қарқ күліп алды да, жасыңыз нешеде деп тағы бір сауал тастады. 80-нің екеуіндемін. 82 деп ешкім айта қоймас. Тың екенсіз. Өңіңіз де жақсы екен. Өзіңді өзің күтсең балалардың қызығын көріп ортасында жүресің. Біз сәбет кезінің адамдарымыз. Ол заманда қатыны бар, еркегі бар, бәрі іштемес пе? Менің аталарым діндар адамдар еді. Атеист болып өссек те, сайтан суға жоламадық. Оң құрсақ көтердім. Жұмыс жасамай баламен отырдым. Ене көрмедім. Енем өзіме келін болды. Жарықтық жақсы адам еді. Әмбе шалым да жақсы тапты. Өмірбақи сапқоздың бас бет бұрашы болды. Күтімім жаман болған жоқ деп барып тоқтады. Совет өкіметін құртқан сіздер екенсіздер ғой. Партияның малын жеп тауысып деп, шешемнің сұхбаттаушысы ғана қарқылдай күліп әзілдегендей болды. Сен де айтасың ау қарағым, ол совет өкіметінің адамға адам етін жегізіп еді ғой. Сосын қойын жегізді. Сөздің шыны керек. Оның өзін ұрлап, жырлап жедік деп, шешем бұл жол жақтырыңқырамай жауап қатты. Анамның ашушаң мінезін жақсы білетінмен, әңгіменің ауаны мүлдем басқа жаққа бұрылса да, іштей тілей бастадым. Екеудің әңгімесі аздаған пікір таластан кейін барып, жарасып кетті. Көлік жүргізушісі сөйлесе келе шешемнің бауыры болып шықты. Ол да Малқар руынан екен. Шешем Лепсі мен Балқаш көлінің арасын жайлаған, көтен тәуіп жайлы білген баяндады. Менің аяқ асты табылған Малқар нағашым бастапқыдай сөз таластырып қойған, қарқылдауын тыйып сөз тыңдауға көшкен. Шешемнің әңгімесі жалаңаш әулиемен аяқталған жоқ. Бақалы жұртын билеген Мұсабек бидің ұрпағы екенін айтып, сол атасының құтты келіні болған. Басқан бойындағы ел ақ апатып кеткен өз әжесі жайлы тағы бір ұзақ әңгіменің шетін шығарды. Әдетте жақсы ұлғайған қарт адам өткен-кеткен өмірін жиі есіне алып отырады. Сондықтан шешейдің саң тыңдаған әңгімесі маған қызықсыз. Мен өз әжем жайлы ойға шомдым. Аузың бір құрғамай қойды ғой Алқаш. Лай суды ішіп көзің лайланады да тұрады. Атауыңды шікірай. Үйдегінің бәрін тасып біттің ғой.
Осылайша шарт ұйқыда жатқан бізді әкемдің алқаштың астына алған шешемнің айқайы оятып жіберді. Не болғанын түсінбей қалған 6 жасар әпкемнің қызы Фарида көзін тырнап ашып, апасының қасына келді. Мен өз бөлмемнен шықпай, есіктің аузында тұрмын. Әкемнің сөйлеуге мұршасы әрең келді. Әй қатын, жолдан былай тұр. Әлде құятын бірдеңең бар ма еді дейді. Шешем шаптыға түсті. Ана орыс қатындарыңа бар. Солар құятын шығар. Ел шерге ас, киерге киім таппай жүрсе, сенікі не бітпейтін жетім қыздың тойы. Шыдамы таусылса керек. Өз бөлмесінен әжем шығып, әкем мен шешемді сабырға шақырды. Балалардың мазасын алмаңдар, жатыңдар. Әй Нұржамал, күйеуіңнің ішіп келгенін бірінші рет көріп тұрған жоқсың. Болды, ашуыңды қой. Қойыңыз шапа. Әжем шешемнің сөзін естімегендей болып, Тауқан сен де жата ғой деп, әкемнің аяқ киімін шеше бастады. Теңселіп әрең тұрған әкем шешеме бір қарайды, әжеме бір қарайды. Анам жата қоймады. Неге жаттыңдар деп бересіз? Тауқанға арақты қой дегеннің орнына балалардың мазасын алмаңдар дейсіз. Мен алып жатқандай, көрсін әкелерінің алқаш екенін, қайта жиркеніп өсіп, кейін ауыздарын алмайтын болады. Әжем сабырлы кейіпте, Жамалжан, қоя қой деумен болды. Қой деп аузымды жаба берме шай кемпір. Сенің асыраған балаң, бір балаңа жөнді тәрбие берім алғансың қақпас деп айқай салды. Аяғынан әрең тұрған әкем есін лезде жинап, әй қатын, не оттап тұрсың? Менің шешеммен қалай сөйлесесің деп зілденді. Қайдағы шешең? Шешең баяғыда өліп қалған. Бұл із тілеудің ойнасы. Ойнас оттан ыстық, одан қалса боқтан сасық деген осы. Ойнас емей кем бұл кемпір? Тоқалым десе қартайған шағында әкең қасында алар еді ғой. Енді бұл кемпірді алжығанда мен қарауым керек. Қазірдің өзінде қойған затын таппай жарты күн жүреді. Ертең төсек тартып қалса шешем деп қарағаныңды көрем деп тіптен шатынай түсті. Бұл жолы әжем ләм деп ауызды ашқан жоқ. Өз бөлмесіне кіріп кетті. Әлгінде ғана үйге теңселіп әрең келген әкем маған сауығып кеткендей көрінді. Шарасыз күйге түскен. Елеңдеп әжемнің бөлмесіне қарағыштай береді. Ал шешеме жанарынан ызғар төге тістерін шақырлата булығып барып, әй Нұржамал, ақылсызсың ғой, ақылсыз деп тысқа бет алды. Ал сен ақылгөйсің. Келген жағыңа кет, күршекті салып алам, ашпайым несікті деп шешем қалды. Оған кенеттен орнай қалған тыныштық ұнамаса керек. Етегіне жармасып тұрған Фаридаға, жүрей қыз жатамыз, бір ұйқысы жоқ екен бала екенсің деп зеки түсті. Фарида жазықты жандай жүзін жасыра, сейгім келіп тұр деді аузын жыбырлатып. Үй шыжын кегір деп, жиен сыртқа жетелей көзі сықсайып, аумаған анау Зиядаш қатын. Жақсы болса тартпас еді ғой деп ұрсып барады. Зиядаш деген ең үлкен әпкеміздің енесі, құдағиымыз еді. Осы сәтті пайдаланып мен әжемнің бөлмесіне кіріп кеттім. Екпеттеп барып, қарт шешем жатқан төсектің астына кіріп жайғасып алдым. Түзге шыққандар көп айналмай үйге қайта кірді де асханада сәл аялдап, орындарына барып жатып қалды. Үйде қайтадан өлді тыныштық орнады. Ал менің ұйқым келер емес. Төсектің астында екі тіземді құшақтап, әр нәрсені бір ойлап отырмын. Әжем шынында да төсек тартып жатып қалама. Шіркін, адам баласын қартайтпайтын дәрі болса ғой деп қиялдап та қоям. Әжеме бір түрлі жанымды ашып кетті. Адамның берекесін алатын арақты кім ойлап тапты екен деп өзіме өзім сұрақта қойып қоям. Осылай отырып көзім ілініп кетіпті. Әжемнің «Қараш, орныңа барып жата ғой» деген сөзінен оянып кеттім. Мен жоқпын дегенде жауап қатпадым. Өз төсегіме барып жатқым келмеді. «Қараш, аяғыңнан сыз өтеден құлыным, бар жата ғой. Ертең ерте тұрып, сабағыңа баруың керек» дейді. Тағы да биязды үнімен. Мен демімді ішіме тартып тағы да тіл қатқаным жоқ. Сәл үнсіздіктен соң барып әжем «Қанаш, келе ғой қасыма, ауырып қаласың» деп айтып болғанша, әжемнің қойнына қалай кіріп кеткенімді өзімде білмей қалдым. Жастығының астында бір уыс кәмпитті қолыма ұстатты да, бауырына басып қос бетімнен үздіксіз сүйе бастады. Мен әуелде әжем жылап жатқан шығар деп ойлағам. Жыламапты. Тек ол кісі де мен сияқты ояу болған екен. Мен дүниенің бәрін ұмытып, әжем берген тәттіні аузыма бірінен соң бірін тығып жатырмын. Қос қолым неше түрлі кәмпитте. Әжемнің ыстық қойны, неткен рахат. Әжем «Асықпай же Қанаш, асықпай же» деп жұмсақ алақаныммен басымнан сипап, «Құрсағыма бітпесең де құшағыма біткен баламсың» деп
Қайталай берді. Ол кезде мен бұл сөздің мағынасын еш түсінгенім жоқ. Ойбай-ай, ауырып кетті. Басымнан ұрмашы Нұржамал, басымнан ұрмашы деп шыж-быж болып жатыр екен. Әжем қақпаны ашып аулаға кіргенімде. Соңғы кезде қарт әжем жатын орнын былғап қоятын шығарған. Ол кісі жас баладай тышқақ кегірдің астына алып шешемнің жуындыруы үйреншікті көрініске айналған. Алдымен жүгіріп шыққан майлаяқ болмаса екі шешем де маған назар аударған жоқ. Анам айқайлап шаршаған болу керек. Апатай-ау, неге қызармаған қызанақты жей бересіз? Ішіңіз өте береді ғой. Сізді жас баладай қашанғы жуындыра берем деп жалынуға көшкен. Құрып қалғыр, не дейді? Өздерінің іштері өтеді, менен көреді. Өз жытымды қайда жібердің деп басындағы орамалын іздеп, оны таппағасын келінің басындағысын жұлып алып, аппақ қудай басын жасырып, қарт шешем таяғына сүйеніп үйге қарай асықты. Шылапшындағы суды төгіп жатып, анам менің келгенімді аңғарды. Қалай Қараш, емтиханыңды тапсыра алдың ба? Тапсыра алдым дегендей басын дезедім. Әй, математикадан дым білмейсің ғой, әйтеуір 3 қойып берген шығар дейді. Бұл жолы да үндемедім. Тек үйге тез кіріп кетуді ойладым. Осы үйдің адамдар шетінен тілдерін жұтып қойған деп айқай салды. Осы кезде, Жамал-ау, беретін шайыңды берсеңші, қайда кетіп қалдың деген көрші Салиха апаның даусы естілді. Әй Қараш, қайта бас-бастарыңа шай қайнатып отыратын уақытым жоқ. Киіміңді ауыстырып тез шық. Салиха апаңмен отырып бірге шай ішіп ал деді де, шешем дәу алма ағаш түбіне жайланған дастарханға қарай жүріп кетті. Көп кешікпей мен де дастархан басына келдім. Дөңгелек қазақы жер үстелінің үстінде буы бұрқыраған самаурын қайнап тұр. Үлкендердің де әңгімесі қыза бастаған. Енен қаншаға келді дейді көрші апа. 90-нан асты. Жомарт Құдай ғұмыр жасын ұзақ қылған екен. Біз ол жасқа келеміз бе, келмейміз бе? Бала шағаның мазасын алғаның несі жақсы? Есің барда Құдайыңа уақытыл кеткен дұрыс. Қазір мен отырмын ғой, ас түстін тазалап. Салиха кемпір әңгіме ауғанын басқа жаққа бұрғысы келді білем. Шешемнің тарысын мақтады. Сөз арасында қазан жаппайыңды күйдіремен қалай дәмді етіп пісіргенсің деп қояды. Шешем мұндай мақтаулардың елегісі жоқ. Бұл кемпір Тауханның өгей шешесі. Туған енем Қайша деген ақ құба, екі көзі баданадай әдемі кемпір еді. Баласаз жұрты Ағайша атап кеткен. Бар жоқ 54 жасында өмірден озды деп әңгімесін бастады. Шайын баппен сораптап ішіп отырған көрші апа солай ма дегенде кесесін үстел үстіне қойып, ұзақ ары қызықты әңгіменің басталғанын түсінді. Қос бөстекке шынтақтай түсіп, кесесін шешеме ұсынды. Бұл ұлтуар кемпір мына Сархан төңіріне аты шыққан Оңлабай деген байдың қызы болған екен. Ақ пен қызылдың соғысында әке шешесін патша әскері шауып өлтіріпті. Ат жалын тартып мінген 5 ағасы болса да коммунистердің оғына ұшқан. Өздерін 14 ағайынды болған көрінеді. Ал қалған бауырлары аштық жылдары дүниеден озған. Ел мен ел айырылған бір зұлмат жылдар еді ғой деп Салиха кемпір ауыр күрсініп алды. Қысқасы көрмеген қиындығы жоқ. Қаршадайынан еңбекке араласқан. Өмір бақи сауыншы болған ғой. Қысты күні жалаң аяқ, жалаң бас сиыр сауатынбыз. Сиырдың жас шапасына аяғымызды жылтатынбыз деп сөзі түзу кезінде айтып отыратын. Содан қойшы, бой жетіп жас 18-ге толғанда Шәкірт деген өзі әнші, өзі сері жігітке тұрмысқа шыққан екен. Жастайынан аяғынан өткен сызба, әйтеуір бұл кісі бала көтермеген. 1941-де соғыс басталғанда күйеуі бұл кемпірді жан досы менің атама табыстапты. Ізлеу майданнан аман-есен келеміз бе, келмейміз бе, ол бір Құдайға ғана аян. Егер алда-жалда артымнан суық хабар жетсе, ұлтуарды жалғыз қалдырма. Ол да мендей қу жалғыз. Өзіңе аманат деген екен. Сонда Шәкірт те атадан жалғыз қалған екен ғой деп Салиха сөзге араласты. Ал менің атам соғысқа бармады. Партия, труд, армия деп Моңғол жеріне мал бақтыруға жіберіпті. Содан атам 1943 жылы елге оралса да, досының әйелі қара қағаз алып, қара жамылып отыр екен. Досына берген уәдесі бар. Ақыры екінші әйел етіп алған. Құрсағына бала бітпегесін менің күйеуімді берген екен. Солай ма? Деп таңдана түсті шешемнің тыңдаушысы. Ол кездің еркектері мықты еді ғой. Әйелдері де кең болатын деп Салиха апа өткенге деген сағынышпен бұрынғының кісілеріне тамсана түсті. Қайдағы кең деп шешем жұлып алғандай. Ит пен мысықтай болатын екі кемпір. Енем марқұм өлгенше
Атама ой кәр төбет деп тіс қайрап өтті. Дегенмен ұлтуар шешей қасиетті адам. Жамал-ау, қанша жыл құдайы көрші болып келеміз. Сенің балаларыңды өз баласындай бақты ғой. Көзіміз көріп келді. Қарама енді қайтсын. Ішкі есебі бар емес пе? Тауқан жас кезінде қызғаншақ болатын. Үнемі мал аралайды. Ішуден қолы босамайды ғой. Сонда осы кемпір бала таба бер, сонда арағын қояды деген болатын. Мен болсам таба беріппін. 10 баланы бірінен соң бірін туып тастадық. Қойған арағы қайсы? Әлі ішеді. Сөйтсем, Жамал бала таба берсе екеуі ажыраспайды. Мен далада қалмаймын деген ішке есеп екен ғой. Көрмейсің бе? Политикан деп шешем қабағын шытты. Әй, осы Жамал-ау, сен де қосып қоясың. Сәбет кезінде кім ішпеді? Бәрі ішті. Қайта сенің мінезіне шыдаған менің қайным алтын. Айтқаныңнан шықпайтын жұп-жуас, байға риза болсаңшы деп Салиха апа күлгендей болды. Қатқанның қу басы жуас. Сыртқа момақан көрінгенмен үйде бәріміздің аяғымызды бір етікке тығады дей бергенде мен шайыма қақалып қалдым. Бағанадан бері екеуі ара сөйлесіп отырған анам мен көрші апа мынау қайдан келді дегендей маған жалт қарады. Ой, сен шайыңды әлі сораптап отырсың ба? Үлкендердің сөзін бағып тұрған түріңе болайын деп Салиха көрші шешемнің алдын орап, бар, келесі емтиханыңа дайындал. Әйтпесе 9-шы сыныпты қайта оқисың деп шешем қорқытқандай болды. Мен орнымнан жылдам тұрып кеткенмен кітап бетін ашуға асықпадым. Бақшаға су салмақ болып, кетпен күрегімді сайлап тоғанның басына қарай жүріп кеттім. Мен айналып келсем шешем мен Салиха апа орындарында жоқ екен. Анамның көрші үйіне ілесіп кеткенін түсіндім. Қазан ошақтың алдында әжем отыр. Қанаш, балам сенбісің дейді, менің келгенімді байқап. Мына пәмдерлердің биыл қатты болып өскен бе, жиын десем жей алмай қиналдым. Бәкімнің де қайда қалғанын білмеймін. Қолмен езіп жеп отырмын дейді. Әже, ол піспеген ғой деп айтуға оқталып барып үндегем жоқ. Пештің жанында неге отырсыз? Жүріңіз үйге. Қазір жұмсақ қызанақтарды өзім әкеп беретінімді айтып, жатын бөлмесіне кіргіздім. Қанаш, аялдашы, кетпей қасыма отыр. Түнде тағы да түс көрдім. Ағаң Алдаш пен әпкелерің Нұрзада мен Айзада әппақ бір атқа мініп алып, биік тауда жүр екен. Алдаштайдың ақылы бар ғой. Қиқырларын қойып, жеңгеммен қайта қосылады. Екі қыздың да жолы ашылады. Түсім жаман емес қой, айтшы деп, жастығына жантая түсті. Мен әдеттегідей, ия әже, ия деумен болдым. Мен ес білгелі әжем ылғи да осындай түс көреді. Біресе ақ атқа мініп биік тауда мен жүргем, кейде әкем мен шешем ақ біраққа үйдегілердің барлығын түсінде кезек-кезек мінгізіп шығатын. Жарықтық әжем мен мектепті бітіретін жылы дүниеден озды. Бала күнімде мен алдына алып отырып, ғұмыр баяннан сырт шертіп, 13 жасында қарақұрт шаққанын айтушы еді. Сол кезде ем-дом жасаған татар молда, осыдан тірі қалсаң 100 жасайсың деген екен. Кейуана 95 шағында мәңгілік сапарға аттанды. 100 жас дегені болды ғой. Марқұм қайтыс болардың алдында бар жоғы 2-ақ күн қиналды. 3-ші күні таң сәрде бізбен қоштасты. Әжемнің 2 күн 2 түн қасында болған көрші ақсақал Баймолда барлығымызды төсекте таңылып жатқан қарт ананың жанына шақырды. Тілі байланған, алайда көзінде әлде нұр бар. Баймолда ата әкеме жақында дегенде белгі берді. Әкем еңкейіп маңдайын тосып ұзақ ескетті. Кезек шешеме келді. Апа, кешіріңіз, менің тілім жаман ғой тілім деді. Жанар жасқа толып даусы дір-дір етіп, сүйегі мен терісі қалған саусақтарын әрең қимылдатып әжем шешемнің басынан сипады. Маңдайынан сүйді. Жылама дегендей көзінің жасын сүрткендей болды. Ақыры күшін жиып, басын сәл көтергендей болып, әлдебіреуді іздегендей көзімен маңайын шолып шықты. Мақсұт пен Нұрзада, Айзада келіп қалатын уақытта болды деді шешем. Ең үлкен ағам мен әпкелеріме хабар берген баяндап. Әжем ол үшеуін бауырына басып өсірген еді. Және 10 немересінің ішінде соларды жанындай жақсы көретін. Сол сәтте үлкен 3 немересін көргісі келсе керек. Сосын барып, ең соңында маған қарады. Қасына бармақ болып ем, демін ішіне тартып ауыр күрсіне бастады. Ары қарай не болғанын түсінбей де қалдым. Баймолда қарт бізді тездетіп тысқа шығарып жіберді. Сәлден соң шешем дауыс шығарды. Мен шешемнің бұрын соңды бүйтіп борда езілгенін көрмеген едім. Мінезі қатал, адуына адамның жер бауырына жылағанына таң қалдым. Жасына
бола алмай жас баладай дәрменсіз күйге еніп, өксігенде өзегіңді өртеп жіберердей. Берекеміз едің, ырыс құтымыз едің, кешір апа, мені кешірші, тілім аш деді ғой тілім деген дауысты далаға естіліп жатты. Ары қарай, төрге де сандық қояйын, төр жапсарын ояйын, төредей болған апам-ау, орныңа кімді қояйын. Есіктің алды күркеме, күркеден атым үркеме, кешегі жүрген апамды, топырақ бетін, бүркеме деп, жоқтауын бастап кетті. Жылай-жылай аяқ қол тартылып, ыстығы көтеріліп ауырып қалды. Еңсесі түсіп, әжемнің қырқы өткенше дел сал күйде жүрген еді. Ал әкемнің көзінен жас та шыққан жоқ. Сол үйі томаға тұйық қалпында ауыр қазаны қабыл алды. Үйге көрші көлең ағылып, кісі қарасы көбейе бастады. Әкем бастаған 3-4 еркек малдың қамына кірісті. Енді біреулері қазан ошақ орната бастады. Әйелдер жағы өз шаруаларын бастап кетті. Көрші аудандағы ағайын туыстың басы да кеп жатты. Жұрттың ең соңы болып, Мақсұт ағам мен Нұрзада, Айзада әпкелерім де жетті. Көршінің жуас жиен құнаны желдіріп, қабіршілерге түскі астарын апара жатырмын. Желтоқсанның жез тырнақ желі бетті тырнай соғады. Көктегі аз бұлт күннің бетін көлегейлегенмен дала азғарлы. Баймолда ақсақалдың айтуынша әжем сүйегімді шәкірттің қыстауына апарып қойыңдар деген екен. Оны естігенде Салиха бастаған ауыл кемпірлері бақсының моласындай жападан жалғыз ел аяғы барудан қалған қыстауда жатаман деп уәж айтқандай болады. Алайда әкем шешесінің соңғы тілегіне қарсы шыға алмады. Бұрынғы Қызылбел совхозына қарасты біз тұратын сиыр фермасынан 1-2 шақырым қашықтықтағы шәкірт қыстауына қоятын болып шешті. Үйдегілер тамақ суып қалады, тезірек бар дегесін аттың терін аямадым. Дәусайдың аузындағы ескі қыстаққа жеткенде 7 қабыршы терлеп тепшіп қазған топырақты сыртқа шығарып жатыр екен. Мені көрген олар тамақтануға қамданып, күректерін тастап, теріміз қатпасын деді ме, тондарын жамыла бастады. Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Қалайсың Қараш? Бар бол бала. Жұрттың барын жаныма келген сыпсың Сатай қоржынға қол созып, қандай тамақ деді маған ыржия қарап. Ет? Жылқының еті ме? Жоқ, қойдың еті. Шіркін, жылқының еті болғанда, жарықтық жылқы малының еті аязда да қатпайды ғой. Келіңдер ей жігіттер. Ас қатпай тұрғанда жеп алайық деді Сатай. Әй су жорғамай, жұмысқа келгенде осылай алдыңа жан салмасаң жарар еді деп, берік бастаған ауыл жігіттері түстенуге отыра бастады. Мен де аттан түсіп қабіршілердің қасына жайғастым. Майлы сүбені аузына бірақ тыққан Сатай мені тағы да сұрақтың астына алды. Әй Қараш, әкең не сойды? Жылқы сойған шығар? Жоқ, сиыр сойды. Кеше білдей бір ферманың басшысы еді. Сиыр сойған несі деді кекете. Алды әлі әжемнің 40 жылдығы бар емес пе дедім. Сатайға жақтырмай қарап. Қабіршілердің үлкені Болатбек аға, әй сыпсың, аузың бір өз жабылмайды екен. Тамағыңды тездетіп іш, қыстың күні күн ұясына тез батады. Тездетіп бітіру керек. Елдің не сойғанды шаруаң не? Өлетін адам өлді. Оған арнап піл сойсаңды түк пайда жоқ. Марқұмға енді тек Құран ғана тиеді деп киеді. Сатайдың қайтатын түрі жоқ. Оныңыз рас бөке. Өлген адамға тіпті тауық сойсаң да бәрібір. Сойылған мал жайылған дастархан жаны кеудесінде тұрған тек тірілерге керек. Жылқы сойдым деген атақ үшін керек қой. Атақ үшін деп сұқ саусағын шошайтты. Өткенде Қызылбелдегі Нұрланның әкесі қайтыс болды. Есікпен төрдей ту бие шықты. Табан қазы шықты. Табан қазы. Қатындар жағы шек таппай әуре сарсаңға түсті. Дей келе екі көзін ойнақшта маған тағы да сенің әкең неге жылқы соймай дей, деді ыржиған болып. Аузымнан қалай шығып кеткенін білмеймін. Ол жағын әкемнің өзінен сұрарсыз. Сыпсың Сатай деп, орнымнан тұрып жылдан басып атқа қондым. Бұндай жауап күтпесе керек. Мынау не дейдей, құрдас тапқан екен, қалай сөйлейді, деп қызарақтап қалды. Отырғандар Сатайға қарап естейін дегенің осыма дегендей күліп жатыр. Мен аттың басын ауылға бұрып, қабіршілерден арқан бойы ұзап кеттім. Көп ұзамай, Қараш деген артымнан Сатайдың қарлыққан дауыс шықты. Жирен құнанның басын тарттым. Бірақ артыма қарағаным жоқ. Екі өкпесін қолына алып жүгіріп келіп, сыпсың Сатай ентігін әрең басып, әкеңнің беріп жіберген тастап кет деумен болды. Сұқ саусағын мойнына тақап. Сол кезде барып, қолтығымда бір бөтелке арақ бары есіме түсті. Ақ бөтелкені сыртқа жарқыратып алып шыққаныммен етігімнің қоншына дереу қыстыра салдым. Сатайдың екі көзі
қайта оны ойнақши түсті. Әй қараш, әкел бері. Әкең өз айтқан сенен беріп жіберемін деп. Болсыз болмайды, өзің көріп тұрсың ғой. Күн тіптен суып барады. Әрбірден соң мені жалғыз ше дейсің бе? Ана жақта бөкең бастаған үлкендерде күтіп отыр. Немене, менің сөзіме ренжіп қалдың ба? Әкең маған жезде болып келеді. Сен болсаң жиенсің деді. Аузына тимей. Бұдан ары жалындырғым келмеді. Мә деп арақты қалың қарға лақтырып салдым да тебініп жүріп кеттім. Қолға берсе қайтедей? Ой әкең, әжесін мен өлтіргендей. Немене маған бұлқан-талқан болады деп міңгірлеген Сатай артта қала берді. Әжемді жерлейтін күні үйдің іші сырты кісіге толды. Жыл 12 айда тоқтаусыз соғатын жел сабырға келгендей, күннің көзі де шыққан. Көрші қолаңмен отын су даярлап жүрген мені Нұрзада әпкем жаурап ауырып қаласын деп үйге кіргізіп алды. Іште Нұрланбек молда екеумізден басқаның бәрі әйелдер жағы. Барлығы әжем жатқан бөлмеге қарақштай береді. Әуелде сүйекке 7 адам түседі. Кімнің түсетінде белгіленген еді. Жамалдың жалғыз өзінің жуындырып жатқаны қалай деп сөз бастады шешемнің көрші ауданнан келген жеңгесі Нұртаза әпкеме сұраулы жүзбен қарап. Үлкендер жағы сіздер білмесеңіздер, мен қайдан білейін деді әпкем. Кешке басқаша уағдаласқан ек, бүгінгісі мынау. Түсінсем бұйырмасын деп барып, бұл өзі шариғатқа қайшы, әрі қазақы жүруге де келмейді емес пе? Молда бала деп, ауыл иманына қарады Бағира апай. Ақы иесі өзі біледі деді Нұрланбек молда. Ақы иесі Жамал емес, Тауқан емес пе? Аға енді қарсы болған жоқ қой. Сепкілбет қара сұр кемпірдің аузын баққан көп қатынның ортасында отырғысы келмеді ме? Молда асығыс тысқа шығып кетті. 7 адамға 7 жағалы киімді беріп тастады. 5 адамға берсе де болар еді. Жыртысты да аямай үлестіріпті. Мына заманда тыраштанудың қажеті қанша? Әлі тұрмыс құрмаған қыздары бар. Қыздың үлкен сенсің Нұрзада. Шешеңе осыны айтатын жөнің бар емес пе деп Бағира апай әпкеме бұрылды. Нұрзада үндеген жоқ. Бағирау қайын сіңліңнің байқұс кемпірге көрсетпеген жоқ қой. Құдайдан қорыққаны да деді көрші Салиха апа. Аздаған үнсіздіктен кейін. Сол кезде әпкемнің шешеме арша түскенін күттім бе? Көзімнің астымен Нұрзадаға қарай бердім. Ал ол басын көтермеген күй отыра берді. Тек Бағира кемпір, ол туар жарықтық жақсы адам еді ғой деп қана қойды. Сосын бұдан ары күтіп отыруға шыдамы жетпеді ме? Әжем жатқан бөлмеге қарай кіріп кетті. Бұрын соңды біздің ауылда қаза кезінде бұндай оқиға болмапты. Елші шешемнің әжемнің сүйегіне жалғыз өзінің түскеніне ұзақ уақыт айтып жүрді. Сәлден кейін молданың жаназа намаз деген даусы мені сыртқа шығарды. Ары қарай бәрі рет-ретімен болды. Ұлтуар анамыз қандай адам еді деді молда. Жақсы адам еді деп жамағат бір ауыздан жауап қатты. Қарызы бар ма деп көпке белгілі кезекті сауал қойылды. Сапта тұрған еркектер тағы да қарызы жоқ деп айқай салды. Имам Құран сүрелерін ұзақ оқыған жоқ. Әкем мен Мақсұт ағам бас болып суық табытты көтеріп көлікке қарай беттедік. Әйелдер жағы дауыс шығара бастады. Әже, бізді тастап қайда кетіп барасың деп Нұрзада мен Айзада да бастаған әпкелерімнің ащы дауыстары құлағыма жетті. Мен көп ішінен шешемді іздедім. Анам көрінген жоқ. Шәкірт қыстауында тісін ақситып, Сатай бастаған қабіршілер бізді күтіп алды. Әй қараш, ұйықтап қалған жоқсың ба? Міне ауылға да келдік деді шешем маған бұрыла сөйлеп. Жүйрік көлік жолы қайта жөндеуден өтіп жатқан күреңбелдің бел ортасына шаңдатып барып тоқтады. Жолай табылған нағашым қара көзілдіргін шешіп, апа, міне балаңыз екеуіңізді ауылдастарыңызға аман есен жеткізін деп ыржия маған қарады. Мен әмиянымнан ақша сұрынып ұсынып едім. Ақшаға шешемнің қолы бұрын жетіп 2000 теңгелік 2 қағазды умаждап омырауына салып жіберді. Нағашым маған қарады, мен оған қарадым. Әй малқар бауырым, ақшаны қайтесің? Атам қазақ мата алма бата ал деген. Өзің алыс жолда жүріп бара жатыр екенсің. Бота бір жүрдік, бата мың құттық деп барып, алақан жайып, жортқанда жолың болсын, жолдасың қыдыр болсын деп ұзағынан сілтеп, аумин деп бірақ тоқтады. Біресе маған, біресе әпкесіне қараған шопыр да аумин деді де бізбен сыпайы қоштасқан болып жүріп кетті. Өзінің сұрамайтыны жоқ. Менің де дыңғырлай сөйлей беріппін. Кенезем де кеуіп кетті. Әлгілердің біреу қарсы алама дебем, ешқайсы көрінбейді ғой деп шешем алдыма түсіп кетті. Бала күні ат шаптырымдай жерді алып жатқан ауылым жылдағысынан да жұпыны күйге түскен. Бос тамдардың қатары көбейген.
Күреңбелдің сұрықсыз жүзін алыстап, тек қайың мен терегі жасырып ақ тұр екен. Кертаудың бауырындағы шәкірт шалдың қыстауына